Енді 11-ші сыныппын. Мамандық таңдайтында уақыт келді. Қай саланы таңдасам екен? Медицина саласын ба, әлде педагогика саласы ма? Қандай оқу орнына түсемін? Мүмкін Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі? Шаршадым. Логопед тек маман ғана емес, нағыз өнер иесі. Логопедия мамандығы сөйлеу өнерінің кілті. Логопедия сөйлеу қабілетін түзету және дамытуға бағытталған ғылым. Бұл мамандықтың басты мақсаты сөйлеу бұзылыстары бар балалар мен ересектерге көмектесу, олардың дұрыс және анық сөйлеп, қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру. Бұл маған берілген белгі ме? Логопедтің міндеттері: балалар мен ересектердегі сөйлеу кемшіліктерін анықтау, дұрыс сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету, тілдік жаттығулар мен ойын әдістерін қолдану, сондай-ақ сөйлеу мәдениетін жетілдіру. Логопед маманы кімдерге қажет? Логопед маманы сөйлеу және тіл дамытуда қиындықтары бар балалар мен ересектерге қажет. Ол сөйлеу кемшіліктерін түзетуге, дыбыстарды дұрыс айтуға, сөздік қорды байытуға және байланыстырып сөйлеуді дамытуға көмектеседі. Логопедия мамандығын таңдап, балалардың әлеуметтік өмірге бейімделуі мен дамуына үлес қосып, білім мен біліктіліктің ең жоғары деңгейін игеріп жүрмін. Дұрыс таңдалған мамандық әр адамның өмірінің айнасы, болашақта маздап жанар шамшырағы.